Қайырлы күн, 8 сынып білім алушылары. Қазақстан тарихы пәнінен қарастыратын кезекті сабағымыздың тақырыбы Қаныш Сәтбаев жан-жақты ғалым деп аталады. Сабақтың барысында сіздермен бірге Қазақстанда академиялық ғылымның жүйелі түрде дамуына қосқан Сәтбаевтың үлесін анықтаймыз. Оның қазақ ғылымын дамытуда көздеген мақсатын талдаймыз. Ғалымның қайраткерлік тұлғасына баға беретін боламыз. Алдымен Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың өнегелі өмір жолынан өрілген бейнероликті мұқият көріп, тыңдалған ақпаратты ой елегінен өткізіңіздер. Қаныш Сәтбаев кім? Ол туралы не білесің? Қаныш Сәтбаевты ғалым ретінде кім таниды? Қаныш Сәтбаевтың геологиядан тыс қандай еңбектері бар? Қаныш Сәтбаев кім? Ол туралы не білесің? Қаныш Имантайұлы Сәтбаев аса көрнекті қазақ геологы, қоғам қайраткері, Қазақ КСР ғылым академиясын ұйымдастырушы және оның тұңғыш президенті, Қазақ КСР академиясының академигі, Қазақстан геологтары ғылыми мектебінің негізін қалаушы, Қазақстандық металлогения ғылымының негізін салушы. Туған жері бұрынғы Семей губерниясының Павлодар уезіндегі Ақкелін ауылы, қазіргі Павлодар облысының Баянауыл ауданы. Сауатын ауыл молдасынан ашқан болашақ ғалым Павлодардағы Орыс қазақ мектебінде, Семей мұғалімдер семинариясында, кейін Томск технологиялық институтының Тау-кен факультетінде геологиялық барлау мамандығы бойынша білім алды. Оқуын аяқтағаннан кейін бар өмірін Қазақстанның минералдық ресурстарын және рудалық кендер генеалогиясын зерттеуге арнады. Оның қалдырған ғылыми бай мұраларының ішінде жезқазған кені туралы зерттеулерінің, Сарыарқаның металлогендік және болжам карталары жөніндегі еңбектерінің маңызы ерекше. Жезқазғанның ірі мыс рудалы аудандар қатарына жатуы, кезінде осы кеннің жоспарлы түрде кең масштабтағы барлау жұмыстарын ұйымдастыруға болатын ірі объект екенін дәлелдеп берген Сәтбаев еңбегінің нәтижесі. Сондай-ақ ол минералдық шикізатқа бай Сарыарқа, Кенді Алтай, Қарағанды, Қаратау секілді аймақтарды да ерекше зерттеді. Олардың кендерінің стратиграфиясы, тектоникасы, құрылысы, металлогениясы, неохимиясы және шығу тегі туралы маңызды ғылыми қорытындылар жасады. Ғылымға формациялық металлогендік анализдің кешендік әдісін енгізді. Ол Қарағандыда металлургиялық зауыт салуға, Қостанай, Алтай темір және марганец, Қаратаудың фосфорит кендерін және осылар секілді көптеген ірі нысандарды игеруге, Ертіс Қарағанды каналының қазылуына, біраз ғылыми зерттеу институттарының ашылуына тікелей араласып, зор еңбек сіңірді. Қаныш Сәтбаевты ғалым ретінде кім таниды? Академик Қаныш Сәтбаевтың көп қырлы талантының жарқын көрінісі, ол ғылыми жұмыстардың ұлы ұйымдастырушысы бола білді. Оның халқына мұраға қалдырған қазынасы, іргесін өзі қалаған ғылым ордасы, Қазақстан ұлттық ғылым академиясы. Қаныш Имантайұлы бұл ғылыми ұйымдастырушылық жұмысқа 1941 жылы шақырылды. Осы жылы КСР ғылым академиясының қазақ филиалының орынбасар басшысы болып сайланды. Ол сол кезде КСР-ға кірген Күншығыс республикалары халықтары өкілдерінен шыққан тұңғыш академик еді. 1946 жылы 1 маусымда КСР ғылым академиясының қазақ филиалы негізінде Қазақ КСР-ның ғылым академиясының, қазіргі Қазақстан Республикасының ұлттық ғылым академиясының ашылуы республика өміріндегі аса маңызды оқиға болды. Қаныш Имантайұлы Сәтбаев академия президенті ретінде ғылым мен өндірісті байланыстыруға, ғылыми жетістіктерді өндіріске енгізуге үлкен мән беріп отырды. Қаныш Сәтбаевтың геологиядан тыс қандай еңбектері бар? Қаныш Сәтбаевтың геологиядан басқа мәдениет саласында тарихта қалдырған еңбектері мол. Шоқан Уәлиханов жазып алған Едіге жырын мәтініндегі қазақ оқырмандарына түсініксіз араб, татар сөздерінен тазартып, қазақ тілінің жаңа орфографиясының негізінде қайтадан дайындаған. Ғұлама ғалым Ұлытау өңіріндегі басты тарихи, мәдени, археологиялық ескерткіштерді зерттеді. Жезқазған Ұлытау өңірінен көптеген этнографиялық мұраларды жинап, Жезқазған ауданындағы көне заман ескерткіштері атты еңбегін жазды. Онда
Ұлытау өңірі ежелгі металлургия орталығы болуымен қатар, қазақ этносының саяси орталығы екені де толық дәлелденген. Қазақ орта мектебінің төменгі және жоғары сынып оқушыларына арналған алгебра оқулығын дайындаған. 1931 жылы басылған Александр Затаевичтің қазақтың 500 әні мен күйі жинағына Сәтбаев қазақ халқының музыкалық мұрасының інжу маржаны болып есептелетін 25 әнді өзі орындап, орыс тілінде ғылыми түсініктеме беріп енгізген. Жоңғар Алатау жотасындағы мұздақ пен шың, Қаратаудағы ванадий кен орны рудаларында табылған Сәтбаевит минералы, академик Сәтбаев гладиолус гүлі Қаныш Имантайұлының құрметіне қойылған. Кіші планетаға және көшелерге Сәтбаев атамыздың есімі берілген. Қаныш Имантайұлы Сәтбаев сан қырлы талантын, ақыл ой парасатын туған халқының мерейін үстем етуге жұмсады. Оның өнегелі өмір жолы баршамызға үлгі. Белгілі қоғам қайраткері Ілияс Омаровтың сөзімен айтсақ, Қаныш қазақ топырағында туып, халқының ыстық ықыласына бөленіп ер жетті де, сол халқының даңқын бүкіл әлемге көтерді. Тапсырма. 3 топқа бөлініп, Қаныш Сәтбаевтың өмірбаянымен танысып, келесі сұрақтарға жауап беріңіздер. Бірінші, Қаныш Сәтбаев өмірінің қандай кезеңі бетбұрысты болды? Екінші, неліктен Қаныш Сәтбаев ғылым жолын таңдады деп ойлайсыз? Үшінші, Қаныш Сәтбаевтың ғалым ретіндегі ең басты жетістігі неде? Тапсырма. Деректі негізге ала отырып, төмендегі сұрақтарға қатысты тұжырым жасаңыздар. Бірінші, деректің мақсаты қандай? Екінші, автор қандай ойды жеткізгісі келді? Деректің астарында қандай идея жатыр? Үшінші, бұл дерек сол кезеңнің қоғамдық саяси өмірі туралы қандай ақпарат береді? Төртінші, дерек кімге арналып жазылды деп ойлайсыз? Бесінші, деректің негізінде 2 тұжырым жасаңыздар. Тапсырма. Суреттермен жұмыс жасайық. Экранда берілген суреттердің арасында қандай байланыс бар? Неліктен университет пен минерал, қала Сәтбаевтың атымен аталған? Тапсырма. Бірінші, төменде көрсетілген мәлімет негізінде Қаныш Сәтбаевтың ғылым салаларын дамытудағы қызметтік жолына талдау жасаңыздар. Екінші, қызметтік шарықтау шегі мен күрделі кезеңдерін хронологиялық тізбек бойынша анықтап, гистограммада көрсетіңіздер. Үшінші, сол кезеңдегі қоғамдық саяси жағдайдың негізгі себебін түсіндіріңіздер. Тапсырма. Қаныш Сәтбаев туралы түрлі пікірлерді талдап, оның тұлғалық және ғалым ретіндегі ерекшеліктері бойынша қорытынды жасаңыздар. Үйге тапсырма. Қаныш Сәтбаевтың ғылым мен еңбек біздің басты күшіміз деген пікірімен келісесіз бе? Және қазіргі кезеңде бұл пікір қаншалықты өзекті? Берілген пікірге байланысты ойыңызды Попс формуласы арқылы тұжырымдаңыз.